Бәріңізге сәлем. Сіздер айскрим ойынын, яғни қазақша айтқанда мұз айқай ойынын білесіздер шығарсыздар. Ал осы ойын туралы теориялар білесіздер ме? Жоқ, білмейсіздер. Қазір мен сіздерге осы ойын туралы бір қызықты теория айтатын боламын. Сіздер болсаңыздар каналға тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып жіберіңіздер. Және де осы теория жайлы комментарийға өз ойыңызды білдіріңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Қазіргі уақытта мұз айқайы ойыны өте танымал десек те болады. Тіпті мұз айқайы ойынының 7 бөлімі де бар. Бұл ойынның сюжеті мынадай. Бір күні бір балмұздақшы балаларды ұрлап өзінің фабрикасына келеді, және де олардан балмұздақ жасау мақсатында. Бірақ та балалар амалын тауып қашып кетеді болған. Ал бұл ойын бүгінгі біздің көрсететін анимацияға байланысты, және де олар бір-бірімен байланысатын секілді. Ал ендеше бастаймыз. Мультфильм басында балмұздақ сататын көлік шығып, кішкентай балдарға мороженое бермекші болып, оларды алдап, өз көлігінен салып алып кетеді. Ол үйіне келген соң қызды алып өзінің шкафына іліп қояды. Ал баланы морозильникке салады. Және де қасында ісі өлген баланы алып, морозильниктің есігін тарс жабады. Қыз құтылу жолының әрекетін бастайды. Балмұздақшы болса, әлгі баланы алып, оны мороженеға айналдырады. Ол балмұздағын алып теледидар көруге бара жатады. Қыз болса, өзінің бауырын құтқаруға келеді. Оның алғашқы жоспары әлгі зұлым балмұздақшыны ұрып өлтіру еді. Және де ол орындай алды, бірақ та оны өлтірмеді. Оны талдырып та үлгерді. Ол өзінің досын морозильникті ашып құтқарады. Бірақ та досымен кетіп бара жатқан кезінде ол мороженеға қызығып, мороженеға жүгіреді. Әлгі теледидар ана үлкен дәу мороженежектің басына құлап, ол оянады. Және де өзінің қорқынышты айқайымен. Және де олар қаша бастайды. Әлгі баланың қолындағы морожене құлап кетеді. Ал әлгі үлкен мороженшек болса, өзінің балмұздақ қайнататын тостеріне құлап қалады. Ал әлгі қыз болса, уақытты пайдаланып, оны айналдырып үлгереді. Бірақ та ол үлкен мороженшек ол қызды ұстап алады. Бірақ та оның досы оны ұстап, қолынан ұстап, оны тартып алады. Және де әлгі мороженшек өзі балмұздаққа айналып кетеді. Осылайша екі дос бұл үйден қараларын батырады. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл анимация мен ойынның арасында бір нәрсе бар ма? Әлде бұл жай ғана ұқсастық па? Пікір алаңға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.